Қасиетті Рамазан айында науқас баласының еміне қаржылай қолдау сұрайды. 10 жастағы Әсет Аманғалиевтің ата-анасы ұлын шетелде емдетуді көздейді. Жалғыз баласы туа бітті церебралды сал ауруына шалдыққан, 3-ші топ мүгедегі. Ал ата-анасы 1-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар. Апармаған жер жоқ, Ақтауға да еден апарды, қараттық. Алматыға апарғанда мынаған 1-ші группа берген ғой. Бестрочный болып берген, бірақ. Коляскісті, памперсті беріп жатыр, айтты, Құдайға шүкір айтты. Күлітсі жатыр, қаратты. Басқа жаққа апармасаң, емдетпесең, қаратпасаң болмайды дейді. Қазір мұнан енді бұлай неге берген ғой, бұлай группаға да бұлай. Әсетті ата-анасы еліміздің Алматы, Астана қаласына апарып ем алған. Дәрігерлердің сөзінше, 5 жыл ішінде уақытлы емін алса, аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік бар депті. Ендігі мақсатымыз баламызды Ташкент, Түркия еліне апарып, білікті дәрігерлерге көрсету дейді анасы. Мен Астана, Алматыға апардым баланы. Апарғаны айтты, 5 жылға дейін емдет деді. 5 жылға дейін әкеледен 5 жылға дейін апара алмай мен күшім көрдім. Алматыға, Астанаға. Әкесінің қолы мынандай, менің қолым нелеу. Сосын әкеліп менен Ташкент, Түркияға көтейін деп отырмын. Ташкентке кеткелі сосын Түркияға барайын деп жүрмін. Сол Түркияға емдетсем, қарата бер деді, қаратсаң жүреді, емде не алады деп. 5 жылға дейін қаратсаң, 5 жылдан жүріп кетеді деді ол өзі. Не дәрісін затын алып, сол дәрісін затын алып жатыр. Әйтеуір соған қаражат керек, халықтан халық көмектесіп жатса, кішкене қол ұшын берсе, сразу алып кетсек, алып кетіп апарып келсек аман сау. Бір жанұядағы 3 бірдей жанның денсаулығы нашар. Әкесі жеңіл-желпі жұмыс жасап табыс тауып жүр. Баспананда 2 жыл бұрын Қарекет қайырымдылық қоры табыстаған. Пітір садақасын осы отбасыға беріп жатқан жандар да бар екен. Қасиетті айда қарашадан қаржылай қолдау сұрап, Әсеттің еміне көмек көрсетсе дейді. Оны аяққа тұрып жүріп кетуін көргісі келетін ата-анасы. Әсел Алдашева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Азық-түлік бағасын бақылауға арналған мониторингтік топ Нұрмен Дина супермаркетіне барды. Күнделікті қолданыстағы 19 түрлі тағамның бағаларына назар аударды. Нұр сауда орталығында лидер күрішінің келісі 540 теңге деп белгіленген. Ал бірінші сортты ұнның келісі 226 теңгеден сатылып жатыр екен. Шекердің келісі 435 теңге деп жазылған. Дүкен сөресіндегі өнім құндарын тексерген топ қоймадағы азық-түлік мөлшерінде қарап шықты. Бірдің базарына ордық. Бірдің базарына авышты складтар бар. Соны қараған кезде сұрадық бізде қайықтан алыс дегенде барлық Асарс базарына алғанбыз. Сондықтан Асарс базарға через темір жол келіп жатыр. Біздер Асарс базарын тасымалдап жатыр біздің кәсіпкерлер. Вагон саны көбейіп, енді бірдеңе бола ма? Соны бастап отыр соны. Бүгін мысалға дейтін неше 10 вагон дайындап қойды. Кеше бізге хабарлама 10 вагон дайын тұр. Келіп заттарын тасымалдасаңыз болады. Біздің негізгі мақсатымыз бұл жерде келген бағадан 15% асырмау. Мысалы мына жуаны 100 теңгеден сатып алса, кәсіпкер, мына кәсіпкер мысалға деймін, 100 теңгеден сатып алса, 15% артық қоймау, яғни 115 теңгеден асырмау керек. Бұдан кейін Зиба ойын-сауық орталығында орналасқан Дина дүкеніне бас сұқты. Мұнда нан пісіретін арнайы наубайханалары бар. Сондықтан ас атасының құнын жоғарылатпайды екен. Ал сөрелерде картоптың бағасы 153, пияз 115, сәбіз 265 теңгеден деп жазылған. Алайда бұл өнімдердің сапасы жоғары дәрежеде еместігі байқалып тұр. Екісімен жұмыс жасаймыз, кешкі таңертеңгі 8-ден кешкі 8-ге дейін, сосын кешкі 8-ден таңертеңгі 8-ге дейін жасайтын бізде нелер бар жаңағы. Соның бәрі халық үшін осы нанның қамын жеткіземіз деген сұраныс өте көп. Ешқандай оған проблема бізде болып жатырған жоқ. Жалпы магазинге келген адамдар бізге ондай жаңағы нан туралы, басқа продуктілер айтып, көп бізге қысымшылық жасап жатырған жоқ. Негізінде біз өзіміз жақсы деңгейдеміз деп ойлаймыз енді. Мониторингтік топ Рақат ауылының Тілендиев көшесінде орналасқан ұн сату орталығына да барды. Мұнда бірінші сұрыпта ас атасының 50 келісі 7500, 9000 теңгеден саудаланып жатыр. Кәсіпкер халыққа арзан бағада өнім ұсыну үшін өз құнына көп баға қоспапты. Сондықтан қаланың жер-жерінен іздеп келушілер көп екен. Қазір қоймасында 1 вагон ұны бар. Сәбит Лұқман, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Жарқын болашақ бағдарламасының жетекшісі мұнайшы мәдениет үйінде тұрғындармен кездесті. Бұл жоба жаңаөзендік оқушыларға еліміздің жетекші колледждері мен мектептеріне түсуіне мүмкіндік жасап отыр. Кездесу барысында ол бағдарламаның тиімділігі мен ұтымды тұстарын айтып, оқу орындары мен мамандық түрлеріне тоқталып өтті.
Баланың икемі қай мамандыққа жақсы келеді, сол мамандықтың әрқайсысын қарап өздеріңіз балаларыңызбен бірге таңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Мен осы жиынға балалардың келуін сұрап едім. Мен көріп отырмын, мұнда 9 мен 11-дің балалары отыр екен. Құрметті оқушылар, сіздерге арнайы айтып отырмын. Қазірден бастап қарап, өздеріңіз шешім қабылдап, мамандық таңдап оқуларыңызға толық мүмкіндік бар. Қазір Қазақстанда Құдайға шүкір балаларымыздың саны көбейіп, мектептеріміз жетіспей жатыр. Енді мектептер сала бастап едік, мұғалім жетіспей жатыр. Сондықтан қазір әсіресе бастауыш мұғалім жетіспегендіктен грант өте көп беріліп жатыр. Мысалы, бастауыш мұғалім болып, колледжде білім алып, сонымен 18 жастан бастап мұғалім болып, мектептерде жұмыс істеп, мектепте жұмыс істей келе қосымша қашықтықтан жоғарғы білімді алуға мүмкіндік бар. Бұл жоба Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының қаржыландыруымен жүзеге асуда. Бүгінде бағдарлама аясында 674 грант иегері білім алып жатыр. Олар тегін біліммен қоса шәкіртақы алады. Сонымен қатар жол ақысы мен жатақханасы ақысыз қарастырылған. Жобаның тиімділігін тыңдаған қатысушылар жаңаөзендік жас жеткіншектер үшін таптырмас мүмкіндік дейді. Біздің Жаңаөзендікте барлықтары білет, жоғары білім оқулар жоқ. Сол үшін мынау деген өте балдар үшін өте үлкен мүмкіндік. Бұл әсіресе көп балалы ата-аналар ең Қазақстан бойынша Жаңаөзен енді көп балалы ата-аналар көп болғандықтан өте үлкен возможность. Бұл деген беріле бермейтін шанс балдар үшін. Сол үшін осындай грантқа иеленіп, осындай жақсы оқу, баланы ынталандыру, жұмыспен қамтамасыз ету, бұл деген енді шыны керек өзімде оқығым келеді. Осымен екінші рет қатысып отырмын. Өткенде 23-ші мектепте болғанмын. Тағы да келіп, қызығушылық танытып, білмеген сұрақтарымды толықтырып, бұл бағдарлама өте жақсы. Әсіресе біздің Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысына көптеген көңіл бөлініп, жастардың бос жүрмеуіне, тегін оқуына, әсіресе ата-аналардың көп балалы ата-аналарға өте жақсы қолдау екен. Өзіміз медицина саласын таңдап отырмыз. Айта кетейік, жарқын болашақ бағдарламасы жастарға ең таңдаулы білім ордаларында білім алумен қатар жан-жақты дамуына және әлеуметтік жетілуіне ықпал етеді дейді мамандар. Жоба бойынша толық ақпаратты жарқынболашақ.kz сайтынан біле аласыздар. Меруерт Мұхитқызы, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Жаңаөзендегі екінші емханаға жаңа иммунологиялық анализатор алынды. Бұл Мұнайлы қаладағы алғаш заманауи аппарат. Мұндай құрылғы өңір бойынша тек Ақтау қаласында бар. Анализатордың атқаратын қызметіне келер болсақ, зертхана мамандары онымен науқастардың гормондарын зерттейді. Яғни қан талдау арқылы жыныс безі, ұйқы безі, бүйрек үсті безі, қалқанша безі гормондарының қызметін, олардың санын осы анализатормен анықтайды. Бұрын емхана осы анализдерді анықтау үшін жеке зерттеу клиникасына жүгінетін болса, енді барлығын бір емханада атқаралады. Біздің емханамызға келген аппаратымыз хемилюминесцентный иммунологический анализатор. Тиімділігі бір салғанда 60 адамның қанын тексеріп шығарамыз. Бір адамға 10 минут уақыт беріледі. Бұл аппарат жоқ кезде біз анализдің бәрін Олимпке жіберетін еді. Қазір енді өзімізге келгесін науқастың бәрін өзімізге жібереді, іштен тексереміз анализдің бәрін. Сонымен қатар анализатор арқылы инсулин, кортизол, кальцитонинді тексеріп, дәрумендердің көрсеткішін біле алады. Құрылғы бір адамның анализін 12 минутта шығарып беруге қауқарлы. Бір мезгілде 60 талдаманы игереді. Бұл емделушілердің уақытын үнемдеп, медицина қызметкерлеріне нақты нәтиже шығаруға мол септігін тигізуде. Емханаға осыған дейін гематологиялық, биохимиялық және несеп анализаторлары алынған болатын. Бұдан өзге ультрадыбысты зерттеу, ЭКГ жабдықтарымен қамтылып, тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасы артуда. Ажнат Қазиева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар.